Анасын үйден шығарған ұл ана махаббатының шын құнын кейін түсінді. Біздің хикаямызды бастамас бұрын шағын түгендеу жасаймыз. Қайдан екеніңізді жазыңыз, бізге оқу қызық болады. Ұлжан Матайқызы тұздалған қияр салынған шыны ыдыстың жылтыр бүйірін сүйіспеншілікпен сипап, оған еңкейді. Жаңа піскен аскөк, сарымсақ және шие жапырақтарының хош иісі бұрқырап шықты. Ол әрқашан өз туындыларына қосатын. Міне, қазір кезекті металл қақпақтарды жауып, бұрап бекітеді де, салқындатуға қояды, содан кейін жертөлеге түсіреді. Сол жерде, салқында, ешкім аш қалмайды, ол да қалаға азық-түлік қорын апарып беретін ұлы Арсенде. Оның артындағы жазғы ас үй шкафынан әлсіз дыбыс пен түсініксіз сыбдыр естілді. Бұл маринадтың иісіне маужырап ұйықтап жатқан анасы оянған еді. Бұрыннан бері осында қалың көрпелер мен жастықтар үйіліп тұрған мықты диван бар. 70-тен сәл асқан, ақ кемпірдің аяқтары 5 жылдан бері жүрмей қалған. Дәрігерлер тек қолдарын жайды. Ешқандай физикалық ауытқулар, бақылаулар, инсульт немесе аяқтардың жүрмеуіне бұйрық беретін басқа да белгілер анамнезде жоқ. Ал анаңыздың нәзік денесі төменгі аяқ қолдарын ұстап тұрудан бас тартады. Беріктің беделі ауылда кеңес колхозы барлық жерде билік құрған заманнан бері белгілі еді. Оның барлық жерге бірдей мұрны тығылмаған бірде-бір шаруа болған жоқ. Сыртқы келбеті кішкентай, нағыз дюймовочкадай әйел, ол даладағы сиырларды да, шабындықтағы еркектерді де қағып кететін. Өз бақшасында картоп қазса, адамдар таңғалатын. Олар түйнектерді кептіруге қайда қою керектігін әлі ойластырып жатқанда, Жәмиланың қазған қатарлары әлдеқашан құрғап қалатын. Ғылымға ілесе алмайтын шаруалардың бірі, бір келген іссапаршыл, осы лақап атты шағын, ширақ қызға арнап айтып қалды. Барлығы бірден іліп әкетті. Ауылдың қозғалтқышы жүктемеге төтеп бере алмай, бірден жұмыс орнынан шығып қалды. Құрылымның ішіндегі батареялардағы заряды таусылғандай. Ұлжанның өзі ұзын бойлы, сымбатты әйел еді. Оны ерекше деп айту қиын, ол әр түрлі еді. Шырынды, тәбетті, ұзын, келісті, дала гүлінің барлық көлеңкесіндей үлкен көк көздері және қалың шашын жасыратын әрдайым басына байлаулы орамалы бар. Кең киімдері ғана оны сәл бұзып тұратын. Ескі заманда олар міне нағыз орыс аруы дер еді. Бірақ Ұлжан Матайқызына мақтаудың керегі жоқ. Ол қауырсындай жеңіл анасын көтеріп, ескі мотоциклдің бесігіне салып қояды. Ол әкесінен қалған бұл механикалық мұраны шебер басқаратын. Әкесі бұл дүниеден ерте кеткен, бірақ қызы темір көмекшімен дос болуға үлгерді. Ауылдық жерде мотоцикл таптырмас нәрсе. Ұсақ түйекке ақша аударылады, дүкенге азық-түлікке барып келуге де ыңғайлы. Бір ғана қантты тосап пен компотқа 100 килограммен алады, дөңгелек үстінде керемет, барлық мәселе шешіледі. Міне, қазірде Ұлжан анасын үйдің 4 қабырғасында ұстамайды. Салқын суға шомылып сергіп қайту үшін өзенге бірге барады, ал анасы жылауық талдың көлеңкесінде көрпешеде отырады. Құлпынай, қара және қызыл қарақат жинайтын ал шидек алқабына да Жәмиламен бірге қатар-қатар жүріп себеттерімен барады. Ал анасы мотоциклдің жанында көрпеде отырып шелектерін күзетіп отырады. Әйелдердің қайғысы бір, жаныңда бір ғана қаның бар. Қайран сүйікті қызын әлсіз Матай көрмеді-ау, қатты ренжіреді. Ол 6 жыл бұрын қарапайым тұмаудан қайтыс болды. Жасы ұлғайған сайын иммунитеті әлсіреп, ауру оған қатты жабысты. Ол әйелінен 20 жасқа үлкен еді. Олардың колхозы, Ұлы Отан соғысынан кейінгі қирандылардан қалай көтерілгенін, техникасыз, дерлік қолмен қалай жер жыртып егін еккенін әлі есінде сақтайтын. Сүт тасымалдаушы, тентек қыз, жас өспірім қызға көз алмай қарап, еркек сол кезде әлі де қамқорлық көрсететін тұяқты арулар беріктен қорқатындай және оған барлығын ықыласпен беретіндей әсер қалдыратын. Олардың сауынында не жиналғаны белгісіз, ол ауыр кезеңде кездесуге және құда түсуге уақыт болмады. Ауыл клубындағы кеште Матай көршілес, дамыған колхоздан келген маман ретінде жергілікті тұрғындар алдында сөз сөйледі. Оған бірінші болып кішкентай, мықты алақанын созған Жәмила келді. Сіз дұрыс айттыңыз, жолдас. Егер біз болмасақ, кім шаруашылықты жаңа биіктерге көтереді? Таныс болайық, мен Жәмиламын, көмек қажет болса, хабарласыңыз. Айта кету керек, 40 жастағы Матай өте сымбатты және күлімсіреген адам еді. Оған әйелдер қауымы ешқашан немқұрайлы қарай алмады. Бұрын жесірлер мен қыздар қызығушылықпен қарап жүрді, ал ол айналасында ешкімді де, ештеңені де байқамады.
Сол кезде ол Айжанмен клубтан шығып, оны үйіне шығарып салып, колхоз шаруаларын талқылағаннан кейін түпкілікті ғашық болып қалды. Оның сезімдері өзара еді, берікті жас айырмашылығы да, әйелдер жағынан болған зілді әзілдерде ұялтқан жоқ. Біздің кішкентай қыз өзіне қартты таңдап алды. Кішкентай болса да, бағалы, ал келген жас жігіт ақымақ болып шықты. Қараңдар, әйелдер, ол біздің колхоз басшысын қалай айналдырып жүр. Матай мен Жамила егін жинау аяқталғаннан кейін көп ұзамай үйленді. Командировкаға келген маманның өз үйі болмады. Жамиланың ата-анасы олардың махаббатына қарсы ештеңе айтпады. Ол әйелінің ата-анасының үйіне көшіп келді және өмірінің соңына дейін сонда өмір сүрді. Уақыт өте келе сүйікті әйелінің жанында бәрі оңай әрі жеңіл көрінді. Некелерінің 3 жылынан кейін оларда Ұлжан дүниеге келді. Ата-анасы кейінірек оның інісі, немесе қарындасы болғанын қалады. Бірақ ол кездегі босану өте қауіпті болды. Сондықтан олар тәуекелге бармады. Кішкентай Беріктен батыр қыз туылды. Бойы 60 сымге жуық, салмағы 5 келі. Дәрігерлер таңғалып, сіз, ана, нағыз әйелдер арасындағы аномалиясыз. Мұндай кішкентай нәзік әйелдерден мұндай ірі балалар туылмайды. Тіпті Гиннестің рекордтар кітабына мәлімет жіберуге болады десті. Матай мен Жамила тек күлімсіреді. Ал біздің әкеміздің бойы 2 метрге жуық, иықтары кең, қызымыздың кімге тартқаны белгілі. Ұлжан кейін ешқандай алыптықпен ерекшеленбеді, басқа құрдастары сияқты өсіп, дамыды. Әкесінен сұлулықты, анасынан энергияны алды, ғажайып үйлесім пайда болды. Міне, қазір ол жасына қарай зейнетке шығуға жақындап қалды, бірақ ата-анасы мен Құдай берген сұлулығын әлі күнге мойындамайды. Айнаның жанынан әрдайым жүгіріп өтеді, оларға қажетсіз қарамайды. Би кештері мен мерекелерде басқа ауыл қыздарының көлеңкесінде болады. Дүниедегі бір ғана қуанышы, облыс орталығында тұратын ұлы Арсен, міне, қазір ол қиярмен айналысып бітеді, кәдімен шие тосабын жасай бастайды. Анасы, Құдайға шүкір, есі дұрыс және жады жақсы, әрдайым сөзімен де, кеңесімен де қолдайды. Ағара бастаған шашынан сипап, нұрлы көзімен қарайды. Ұлжан іштей анасының аяқтарының жүрмей қалуы, бұл ауыр қайғы, сүйіктісінің жоқтығынан енді оған бос жерде басудың мағынасы жоқ деп ойлады. Ұлжан әдеттегі қимылымен анасын көтеріп алды. Тоқтаңыз, мен сіздің сүйікті құраби печеньеңізді дүкеннен тауып алдым. Жамила қызының мойнынан құшақтап, иығына басын сүйеді. Менің бақытсыз қызым, бұл өмірде саған неге мұндай ауыр жүк түсті? Жүрегін бір ғана еркекке мәңгілікке берген бейбақ әйел, саған неге мұндай әйелдік жалғыздықтың азабы берілді? Қандай күнә үшін? Деп іштей қайғырды ол. Оның көз алдында 30 жыл бұрынғы суреттер өздігінен пайда болды. 80-ші жылдардың соңында Кеңес одағы балшық аяқты алыпқа ұқсай бастады. Ауыл жазы аптап ыстыққа күйдірді, ресурстары таусылған колхоз өзіне жүктелген міндеттерді әрең орындайтын. Халық қалаға қарай қашты, даладағы физикалық еңбек бұдан былай еңбекқор адамның мақтанышы мен даңқы болудан қалды. Ол кезде бірнеше басшы ауысып үлгерген еді. Олардың соңғысы мемлекетте жариялылықпен жүзім лозасымен табанды күресті жариялады. Бұдан әрі қалай өмір сүру керектігі мүлдем түсініксіз бола бастады. Проблемалардан қалжыраған колхоз қарбыз бен қауынды бақшадан жинауды қалайда еңсеру үшін қалалық мектептен ақшалай сыйақы уәде етілмеді. Колхоз соңғы кездері кедейленіп қалған еді. Бірақ клубта жастар зерікпеу үшін кешкілік 2 күнде бір рет кино көрсетуге уәде берді. Кеңестік эстраданың хиттерімен магнитофонның сүйемелдеуімен дискотекалар ұйымдастырылды. Ұлжан сол кезде 10 жылдықты бітіріп, әлі толық жылынбаған суық өзенге түсіп, суық тигізіп алды. Облыстық университетке құжат тапсыратын уақыт келгенде, ол биолог болуды армандады. Бірақ қыз 40-тан асқан температурамен төсек тартып жатты. Оны тіпті аудандық ауруханаға жатқызуды да ойлады. Бірақ Жамила қызын өзі емдейтінін айтты. Отбасылық кеңесте оның әскерге бармауы шешілді. 1 жыл асықпай ауылда жұмыс істеуге болар еді. Ал келесі жылы тыныш қана қолайлы мамандыққа оқуға түсуге болар еді. Қолайлы жұмыс орны тез табылды. Студенттік отрядты тамақтандыратын асханаға аспазшының көмекшісі қажет еді. Олар күніне 3 рет, таңғы, түскі және кешкі асқа үстелдерді жайып үлгере алмайтын. Қалалық жұмысшылар клеенкаларды шүберектермен жиіркенішпен сүртіп, асхана құралдарын раковинаның астында қайта жууға жүгіретін. 50 адамға тамақ дайындайтын 2 әйелдің тазалық пен тағамдардың әдемі берілуін қадағалауға уақыты жоқ еді. Оларға шапшаң және ақылды көмекші өте қажет болды.
Ұлжан аурудан кейін сауығып, студенттер ауылға келгеннен кейін бір аптадан соң, олардың ешқайсысымен таныс емес еді. Жәмиланың құрбысы асханада өзімен серігінің аяқтарынан шалынып жүргеніне шағымданғанда, ажар салмақты түрде, менен далада және біздің бір кездері гүлденген фермамыздың қирандыларында көбірек пайда болады. Ол барысында сіздерге көмектесін. Оған жаз бойы үйде салқындап отырудың қажеті жоқ. Ол әбден сауығып кетті деді. Қыз, жаңа жұмыс орнында бірінші күні түскі астан бұрын үстелдердің жанындағы шағын көлшікте тайғанап кетіп, толы шын аяқтар мен компот толы астауды көтеріп келе жатқанда ерекше оқиғамен есте қалды. Бірнеше секундтан кейін бетінде ұсақ шыны сынықтары бар ашық қызыл дақ пайда болды. Ұлжан үстелдерге жиналып жатқан студенттер жарақаттанбау үшін оларды жұмыс алжапқышына жинай бастады. Қырлы шын аяқтың қауіпті сынығы оның қолына сондай жылдам кіріп кетті, ол басында ауырсынуды да сезбеді. Алақанынан сәл жоғарырақ жерде қолында қызыл шетен жемістеріне ұқсас тамшылар аға бастады. Ұлжанның басы айналды, айналасына жиналған тобырды бір жігіт иықтарымен итеріп тастады. Тарқаңдар, кедергі жасамаңдар. Менің әкем хирург, мен мұндай терең жараларда білікті көмек көрсете аламын. Аптечканы тезірек әкеліңдер. Ал ауыл асханасында қандай аптечка бар дейсің? Йод салынған бір бөтелке, бос қорап және орамаға оралған кішкентай, жіңішке лейкопластыр, анальген таблеткалары, міне, барлық медициналық қоры осы. Жігіт аптечканың оған көмектесе қоймасына көзі жеткен соң, ақмақта көйлегін жұлып алып, бинтке ұқсатып жыртып тастады. Қыздың қолына кіріп кеткен шынына абайлап шығарып алды, жараны жергілікті фельдшерге дейін өңдеді. Ал мен көмектестім. Танысайық па? Мені Серікпін. Ұлжан көзін емшісіне көтерді. Ұзын бойлы, сымбатты, ақылды көзді, жасына сай емес көздері бар, қалалық зиялы бала. Ол оған тіке, ашық, күлімсіреп қарады. Міне ол қолын созып тұр. Енді оның кесірінен Серік кешке дейін аш қалады. Бір жолдас оған жейдесінің үстінен киген торлы көйлегін беріп үлгерді. Кездейсоқ дәрігер оны мықты денесіне шебер кигізіп, студентке күлімсіреді. Бір сағаттан кейін гардеробыңды қайтарамын. Рахмет, досым, көмектестің. Мен бәрібір ауыстыруым керек еді деді Ұлжан сүйкімді құтқарушысына. Ал іштей, ол біздің жергілікті жігіттерге мүлдем ұқсамайды. Таза, ұқыпты, сыпайы. Мектептен бері жүрген жігіті сағындық сияқты емес, көйлегі әрдайым ашық, шалбары кір, дақ-дақ, жіңішке, жыртқыш аузының бұрышында әрдайым темекі тұрады. Одан қандай күйеу шығады? Оларды ауылда бекерден бекер бір-біріне атастырып қойды. Бақыт пирогта емес. Менің кіші қарындасымның сүйіктісі Карлсон солай деген деді Серік күліп. Мен сені біздің ауылдық Эскулаптың қолына тапсырайын, содан кейін тамақтанамыз. Қандай ғажап сөз, Эскулап деп ойлады Ұлжан абдырап. Бұл қалалықтармен құлақ түру керек. Олардың әрдайым ақылды сөздері, кітаптардан келтірген дәйек сөздері бар. Ол бұған дейін әлем фаунасы мен флорасы атты үлкен, түрлі түсті кітаптан басқа басылымдарды қолына ұстамаған еді. Сол кітаптан кейін оның биолог болып, жануарлар әлемін зерттеу арманы пайда болды, бірақ бұл жарқын болашақ зұлым бронхиттен кейін бір жылға шегерілді. Фельдшер кабинетте оның ауырсынудан мезгіл-мезгіл қабағын түйіп жатқанын көріп, зардап шеккен официантканың жанында болған адамды бірден мақтады. Қараңызшы, жара қалай шебер өңделген. Мұны кім істеді? Бәрін соншалықты дәл жасаған кім? Мен қолымнан келгеннің бәрін жасадым деді Серік жалған қарапайымдылықсыз. Мен тұқым қуалайтын хирургпын, біз скальпельмен туылдық десе де болады. Маған алғашқы көмек көрсетудің қарапайым дағдыларын білмеу ақымақтық болар еді. Уәдесі бойынша Ұлжанды медицина қызметкерінің қолына тапсырған жігіт сыпайы түрде бұрылып, есіктен жоқ болды. Ұлжан оның артынан өкінішпен қарап қана қойды және мынадай қорытынды жасады. Мұндай қалалық пен ауылдық қыздың таныстығы ұзаққа созылмайды. Ол оның қарапайым семьясына сай емес. Көздері көлдей көк болса да, ол тым нәзік, қалалық. Балабақшада тәрбиеші оларға оқып берген ертегідегі ханзада сияқты. Ол өзінің ханшайымы үшін асхана есігіне каретамен келмейді. Ұлжан қателесті. Келесі күні ол бірінші болып Серікті көрді. Ол оны тағы да өзінің мүмкін емес сүйкімді күлкісімен қарсы алып, мен бүгін заңды демалыстамын, бақшада 3 ауысым жұмыс істегеннен кейін. Дастархан жаюға көмектесейін бе? Қолың байлаулы, ауырсынуы басылды ма? Екеуміз тезірек бітіреміз, содан кейін киноға барамыз, бүгін комедия көрсетіп жатыр. Бұл фильмді бұрын көргенсің бе деді. Ұлжанның аяғының астынан жер кеткендей болды.
Оны үстелдің жанында нағыз ырцар қарсы алды. Оны жұмыстан кейін киноға шақырды. Оған табақтармен, шанышқылармен және қасықтармен көмек ұсынды. Бұлай болуы мүмкін емес, өйткені бұлай ешқашан болмаған, бірақ бұл болып жатты. Серік оған деген айқын қызығушылығын жасыруға мүлдем ниетті емес сияқты еді. Ұлжан Матайқызы қияр салынған шыны ыдыстармен әуреленіп жүргенде кенеттен есіне түскен естеліктерін қуып жіберді. Жамиланы жұмсақ көрпеге орап, ақыры күннің соңында хош иісті шөп шайынан ішу үшін үстелге отырғызды. Жаз тез арада екінші жартысына қарай ауысып барады. Уақыт жастықтағыдай тәтті балауыздай созылмай, зулап өтіп жатыр. Шайдан кейін Жамила ұйықтауға сұранды, өзі де жатқысы келді. Оның бұл жазғы жылы күндерге тұздауға қатысты Наполеондық жоспарлары бар еді, тек неше түрлі кедергілер болмасын. Ол Арсенге жаңа жылға сыйлықтар жинайды. Бұрын қалаға шығуы мүмкін, болмай қалуы мүмкін. Әйелдің соңғы ойлары берекелі ұйқыға батты. Ертең жаңа күн және жаңа жұмыстар, содан кейін дайындамаларға қатысты сәтті жазғы күн болды. Ұлжан Матайқызы тамаша үй шаруасындағы әйел еді. Бақша мен баудың жемістерінен неше түрлі тағам дайындай білетін. Олардың анасымен бірге тұратын үйі ескі және тозық еді, бірақ жерде және жер астында өсетіннің бәрі әрдайым керемет шығатын. Қияр эпопеясын аяқтаған соң, кәді уылдырығы мен личоға көшті. Ағаштарда пісіп үлгерген барлық жемістерден шырын қайнатты. Содан кейін қызанақтарды банкаларға салу кезегі келді. Содан кейін өрік, алма, алхоры, алмұрттарды ірі тілімдерге бөліп, кішігірім табақтарға салып, күнге кептірді. Ұлы құрғақ жемістерден жасалған компотты жақсы көретін. Қалаға барғанда өзі де жасай алады, бұл қиын емес. Ұлжан картоп салынған қаптарға, ескі, жамалған шұлықтардан жасалған импровизацияланған торларға наразылықпен қарады. Мұның бәрін қалаға арқаммен көтеріп апара алмаймын, тағы да маскүнем сағындыққа жүгінуге тура келеді. Ал ол өз әңгімесін бастайды. Қашан маған тұрмысқа шығасың, Ұлжан? 30 жылдан бері сені күтіп жүрмін. Галя мен арақты бірден тастаймын, мені білесің. Кабинада түтіндетіп, демалуға мүмкіндік бермейді. Әдепсіз әзілдерімен мазалайды, әдепсіз ишаралармен тыным таппайды. Ол әлдеқашан үйленген, 3 үлкен баласы, немерелері бар, бірақ әлі де оның көзіне сұраулы қарап, бірдеңені оқуға тырысады. Содан кейін бірінші мектеп махаббаты тот баспайды дегенге сенбе. Сағындық оның мәңгілік ғашықтарының қатарында болды, бірақ оған ештеңе бұйырмады. Егер ол Арсенге уазбен барудан бас тартпаса жақсы болар еді. 25 желтоқсан таңында қар жауып, боран соқты. Ұлжан көршісі Мариямен де келісіп қойған, ол Жамиланы 2-3 күн қарап тұратын. Арсенге арнап үлкен сөмкелер жинады. Рахмет, Ұлжан, жүрегім саған қарай тартады. Бұл жақсылықтың бәрін қалаға біздің топырақты жолмен тасымалдауға ешбір ақымақ келіспеседі. Тек менің темір тұлпарым ғана толық жетегінің, рамалық құрылымының және жолсыз жүру қасиетінің арқасында бұл істі атқара алады. Егер сен өз қаптарың мен сөмкелеріңді мотоциклмен тасымалдасаң, мен саған бұлай мейірімді болмас едім. Ол алдын ала барлық маусымдық жемістер мен жидектерден жасалған өзінің әйгілі настойкасының бөтелкесін дайындап қойған. Бұл градустық эликсирдің құпиясы қарапайым еді. 10 литрлік ыдыстың түбіне піскен жеміс немесе жидектің қабатын салып, қант қосасың. Содан кейін басқалары піскен сайын сондай манипуляцияны жасайсың. Егін жиналғаннан кейін суыққа төзімді бұл қоспаны 21 күн ашытасың, жақсылап араластырып, сұйықтықты жемістер мен жидектердің қалдықтарынан бөліп аласың. Содан кейін ауыл дүкенінен алынған арақпен қосымша зарарсыздандыру үшін бекітесің. Нәтижесінде пайда болған сусын бұрын-соңды болмаған дәмге ие болды. Бүкіл ауыл Ұлжан мен Жамиланың оларды осы сыйлықпен қашан қонақ ететінін күтті. Гришка құйылған сусын салынған сөмкені итеріп жіберіп, Ұлжанның қолынан ұстады. Мен сенен мұндай сыйлық күткен жоқпын, сүйіктім, сонша жылдан бері сен жалғызсың, тас емесің ғой, Ұлжан, мұзда емесің, бірінші махаббатыңа әлі күнге дейін адалсың дегенге сенбеймін, бұлай болмайды. Ұлжан ашуланып сағындықты итеріп жіберіп, тісінің арасынан, «Иә, сен осы планетадағы жалғыз еркек болып қалсаң да мен ешқашан сенікі болмаймын, естідің бе, сағындық? Сен мұның не екенін түсінбейсің, өмір бойы бір еркекті есте сақтап, сүй дегенді. Біз сенімен бұл тақырыпты қанша рет көтердік, мен сені теңтек, көп ішетін, бірақ зұлым емес досым деп санаймын. Міне, тағы да өз әніңді бастадың, біз бірге тәтті жидек термейміз, ал ащы жидекті мен сенсіз де әлдеқашан теріп алдым. Кет, көлікті от алдыр.
Қазір боран қатты соғады, ал сен әлі ауылға жарық түскенше қайтуың керек. Қазір күндер қысқа, көзді ашып жұмғанша қараңғы түседі. Арсен бүгін таңертең көңілді күйде келді. Оның фирмасындағы жаңа жылдық корпоративті осыған орай осы сенбіге белгілеуді шешті. Олар кеңселерін жалға алды. Содан бері маркетинг бөлімінен келген жаңа қызметкер оған белсенді түрде көзін қыса бастады. Бүгін ол оны кештен кейін бір кесе кафеге үйіне шақырады. Арсен арманшыл түрде терең күрсінді және іштей өзін сендірді. Мен әйелдерге ұнаймын. Ескірген гардеробқа жараспайтын ескі қолғаптар сияқты, бұл қыз да ұзаққа бармайды. Ол өзінің толық еркектік тартымдылығына сенімді еді. Міне көресің, жаңа жылдық демалыстарды олар бірге өткізеді. Біреу мерекелік дастарханға оливье салатын дайындауы керек қой, және ақыры оның бейберекет бакалаврлық ұясында тәртіп орнату керек. Жаңа қыздың сүйкімді жүзі мен тәбетті мүсіні қосымша жүлде болады. Ол бұрынғы сүйіктісімен 2 апта бұрын айырылысып кеткен. Оған лайықты алмастырушы табу керек еді. Оны ЗАГСқа сүйремейтін, кешендері жоқ біреу. Көрші бөлімдегі қызыл шашты тентек қыз дәл осындай бейбіт қыздар қатарынан еді. Қысқы мерекелер көптеген жағымды тосын сыйлар әкеледі. Душтан тек сүлгімен шыққан Арсен есіктің қағылғанын естіді. Ол есікті ашуға асығып, кейін шегінді. Апа, сіз қалада не істеп жүрсіз? Мен сізді бүгін мүлдем күтпедім, уақытыңызда емес. Ұлжан неге екенін бірден абдырап қалды. Мұндай суық қарсы алу оны қатты ренжітті. Ол ұлын құшақтағысы келді, бірақ Арсен жиіркенішпен оның қолдарын алып тастады. Келгеніңіз туралы ескерту керек еді. Менің жақын арада басқа жоспарларым болуы мүмкін. Ал сіз осы сапарыңызбен маған бұл тосын сыйды қалай жасадыңыз? Есіктен не алып кіріп келе жатырсыз? Қараңыз, сөмкелеріңіз еденде із қалдырып жатыр. Арсен ашуланып картоп салынған қапты теуіп жіберіп, анасы ылғалданбау үшін полиэтилен пакетке сүйіспеншілікпен ораған пияз салынған шұлықты шетке сырды. Ашуланып тұздалған қияр салынған үлкен торлы сөмкеге отырды. Апа, мен мұнда аштан өліп жатырмын деп қалай ойладыңыз? Ана жақта бұрыштағы супермаркетте тауардан сөрелер лық толы тұр. Ұлжан жауап берді. Мен саған кішкене сыйлық жинастырдым. Арсенка, бәрі өз үйімізден, табиғи. Арсен жауап ретінде ашуланып тісін қайрады. Бұл ауылдық әдеттеріңізді өзіңізге қалдырыңыз. Мен әлдеқашан қалалық тұрғынмын және үлкен мегаполистің ережелерімен өмір сүремін. Сіздің аспаздық байлығыңызға уақыт жұмсамаймын. Мұның бәрін қайтадан жинап кетіңіз. Келесі жолы келгеніңіз туралы алдын ала ескертіңіз. Маған кішкентай балапандай қарайтын, әуреленетін мұндай ананың керегі жоқ. Сіздің қалада жалғыз ескі құрбыңыз бар сияқты. Барлық осы сыйлықтарыңызбен соған барыңыз. Қартайған әйелді жаңа жылдық сыйлықтарыңызбен қуантыңыз. Жас жігіт азық-түлік салынған сөмкелерді ұстап алып, анасын пәтерге кіргізбей, баспалдаққа алып шыға бастады. Ол бұның бәрі оның басына түсіп жатқанына сенгісі келмеді. Оның Арсені оған бұлай жасай алмайды. Бұл қала оны қандай зұлым сиқырмен баурап алды екен. Сағындықтың уазы әлдеқашан қала сыртына шығып, үйге қарай кетіп бара жатқан шығар. Қалалық құрбысымен ол 1 жылдан астам уақыттан бері хат жазбады. Қазір оған баруға бола ма, әлде ол да бетін бұрып кете ме? Далада боран күшейіп, қар ірі, жұмсақ түйіршіктермен емес, киім мен бас киімді жарақаттайтын тікенді, қатты түйіршіктермен жауа бастады. Арсен сол уақытта анасының барлық сыйлықтарын осындай ауа райындағы бос аулаға шығарып тастады. Қараңғы түсіп келе жатты, ал қала бірте-бірте қараңғылыққа батып бара жатты. Ол суық мезгілде ерте өз билігіне кірісетін. Мен сізге такси шақырдым. Мектептегі құрбыңыздың мекен-жайын нақты біледі деп үміттенемін. Мен сізбен бекерге сонша уақыт жоғалттым, әлі жаңа жылдық кешке дейін өзімді ретке келтіруім керек. Біліңіз, менің жеке өмірімде өзгерістер бар. Сізге жақын арада қалада істейтін ештеңе жоқ, мен бәрімен тамаша басқарамын. Сәуірде сіздің мазасыз қамқорлығыңыз 30-ға толады, ол маған бұдан былай қажет емес. Шақыруға келген жас жігіт асығыс түрде азық-түлік қорын жүк салғышқа сала бастады. Үнемі ашулы еркекке қарап, неге екені белгісіз ауырсынудан қорқанышпен қозғалатын. Әйел іштей олардың арасында бірдеңе дұрыс емес деп ойлады. Ол қасқырдай қарайды, ал ол қорқақ киік сияқты. Бірақ бұл менің шаруам емес, тапсырысты орындаймын да кетемін. Жаңа жыл қарсаңындағы уақыт және мерекелік демалыстар алда, егер тырыссам, 2 айға дейін көктемге дейін азық-түлікпен қамтамасыз етемін.
Ұлжан Матайқызы машинаға бұрылмай отырды. Жанында төзгісіз ауырсыну бар еді. Жүрегінде әрдайым оны жылытатын жарық нәрсе батпақтың жабысқақ, сасық батпағымен ластанғандай еді. Оны жууға да, жағымсыз иісті басуға да болмайды. Баласының жанының шіріген иісін ешқандай гельдер мен ванна көбігімен басу мүмкін емес еді. Ол Жамиланы қуанту үшін әрдайым дүкеннен осы хош иісті жуыну құралдарын сатып алатын, кәрі әйел олардың хош иісіне кейін қатты қуанатын. Бірақ бұл жағдайда нәзік иістер қараңғылықты кетіре алмады. Ол тек артқы орындыққа отырғанда ғана босаңсыды, көз жасы өзендей ақты, оны тоқтатуға күш жоқ еді. Ол адамдардың көзінше әлсіздік көрсеткенді ұнатпаса да, шыдауға күші жетпеді. Жүргізуші жанашырлықпен, «Қайда барамыз, апа?» деп сұрады. Оның жауабы оны шошытты. «Мені тіпті далаға апарып тастасаңыз да болады. Ұлым, сізге жұмыс үшін төлейтін ақшам бар ма?» деп те сұрамады. «Қалада баға басқа, менің ақша қорым ұзақ жолға жетпей. Білесіз бе?» деді ол кенеттен жанданып, «Мен сізбен ауыл өнімдерімен есептесе аламын. Менде керемет картоп, аздап пияз, тұздалған қияр мен қызанақ салынған банкалар бар. Өз бақшамыздан мұндай төлем жарайды ма?» Таксист бұл қалада 2 жыл жұмыс істегенде көп нәрсені көрді, бірақ ешқашан ешкімнің көзінен мұндай үмітсіз қайғыны оқымаған еді. Тірі ұлынан ол қазір бұл әйелді ешқайда алып бара жатқан жоқ еді, бірақ ол жаңа ғана біреуді жерлегендей әсерде болды. Ол ұзақ ойланбады. «Көп ұзамай, бізге сіздің сыйлықтарыңыз неге керек, әйел? Біз жақсы адам үшін бір табақ палау мен бір кесе ыстық шай таба алмаймыз ба? Ал егер мен жаман болсам?» деді. «Қойыңызшы, олай әзілдемеңіз, менің көзім ашық, мен адал және мейірімді жүректі жаман мен зұлымнан әрқашан ажырата аламын. Мен сізді қазір бізге апарамын, менің жанымда ештеңеден қорықпаңыз». Ұлжан Матайқызының өмірінде жарқын оқиғалар көп болған жоқ, тек Арсенмен теңізге бірнеше рет барғаны ғана, олар бір-біріне соншалықты бауыр басып қалған бақытты замандарда. Бірде олар күншуақта Анапаға келгенде, екеуі де бірден бұл оңтүстік өлкеге, көгілдір теңізге, құмды төбешіктерге, шағалалардың айқайына және батыл дельфиндерге ғашық болды. Арсен қаладағы техникалық университетті бітірді де, сонда жатақханада алғашқы кезде қалып қойды. Ол жарқыраған мансап жасамады, бірақ оның табысы ағымдағы шығындарға жеткілікті еді. Содан кейін ол орталыққа жақын жердегі жайлы 2 бөлмелі пәтерді жалдады. Студенттік достарымен, содан кейін әріптестерімен көп уақыт өткізді. Ұлжан ересек жас жігітті анасының етегінде ұстап тұру мүмкін еместігін түсінді. Соңғы 2-3 жылда ол ауылға мүлдем келмеді. Ол заманауи гаджеттерді пайдаланбады. Жалғыз байланыс ескі, түймелі ұялы телефон арқылы ғана жүзеге асты. Ұлы оған айына 1-2 реттен жиі қоңырау шалмады. Қарым-қатынасты қысқа сұрақтар мен жауаптарға дейін шектеді. Байланыс тұрақты болса да, жаман ауа райында ол үзіліп қалатын. Олардың бір-бірінен алшақтауы мүмкін болмай қоймайтын нәрсе еді, бірақ неге бүгін соншалықты ауыр? Ұлжан жыл сайын жаңа жыл қарсаңында ауылдық сыйлықтармен ұлына келетін, оның қазіргі реакциясы оны есеңгіретіп тастады. Арсендің жаны қатып қалды ма, әлде бұл әлемде шынымен бірдеңе өзгерді ме, ал ол мұны байқамады ма? Оның басында қазір тек сұрақтар қайнап жатты, ал жауаптар жоқ еді. Үнсіз таксист оны қаланың шетіндегі, бұрын коммуналдық пәтерлердің иелері тұратын үйлердің біріне апарды. Ол кішкентай, бірақ кең бөлмелері және үлкен ас үйі бар еді. Олар жас жігітпен бірінші болып кіргенде, ол сәл абдырап қалды. Бұл пәтерде қазір барлық бөлмелерден шығып, күтпеген қонақты қарауға асыққан бүкіл табор тұратын. Айналасында оған түсініксіз сөздері естілді, бірақ олардың үнінде ешқандай агрессия жоқ еді. Таксист барлық дауды тез тоқтатты. Бірнеше минуттан кейін оны кішкентай диваны, журналдық үстелі, ескі томпақ теледидары бар, комодтың үстінде және қабырғалар мен еденде ұлттық өрнектері бар кілемдері бар бос бөлмеге апарды. Әйелдер күлімсіреп оған төсек орын жиынтығын, көрпе, үлкен жұмсақ сүлгі және мүлдем жаңа үй тапочкаларын ұсынды. Ұлжан бірден осы қамқорлыққа еріп кетті. Бірнеше минуттан кейін ол есіне түсіп, «Өтінемін, жүк салғыштан менің қорымды алып келейікші. Бұл сіздің көмегіңіз үшін де, керемет қонақжайлығыңыз үшін де төлем емес, жай ғана. Әр картоп, қияр, қызанақта менің жанымның бір бөлігі бар, мен сіз оны сезінсеңіз қалаймын» деді. Жүргізуші ас үйде асығыс түрде тамақтанып жатқан делегацияны қалдырды.
1 сағаттан кейін отбасын асырау үшін күні бойы рульде отырған оның құтқарушысы әлдеқашан боранның бұрқыраған бұлттарында жоғалып кеткенде Ұлжанды ас үйге шақырды. Ол кіріп таң қалды. Қандай тату халық. Олардың бәрі бір отбасының мүшелері бола алмайды ғой. Дастархан басында сыпайы қарт әйелдер отырды. Одан әрі периметр бойынша жасы кішілеу әйелдер, көптеген балалар, орталық Азиядан келген бұл тайпадағы еркектердің көпшілігі әлі жұмыста еді. Олардың наны сол еді. Ол мұнда бала кезінен таныс жергілікті дәстүрлер мен бұрыннан қалыптасқан тұрмыстық рәсімдердің көп екенін түсінді. Алыс өлкелерден келген бұл адамдарға таңылған ережелерді қабылдап, бейтаныс шындықта өмір сүру қаншалықты қиын. Баяу кешкі ас басталды. Түрлі түсті дастарханды үлкен қазаннан шыққан борпылдақ палау әрлендірді. Оны бәрі қолдарымен табаққа салып жеді. Палаудың жанында ыстық буы бұрқырап тұрған, ірі, неге екені белгісіз ылғалды буда ерімейтін тұз себілген қайнатылған картоп үйіндісі тұрды. Барлық жерде Ұлжанның тұздамалары бар ыдыстар көрініп тұрды. Жас әйелдердің бірі бүртікті жасыл қиярды қолына алып, тәбетпен тістеді. Оған басқа әйелдерде еліктеп, көп ұзамай шеберге үлкен бармақтарын жоғары көтеріп, мақұлдау белгісін көрсетті. Қандай ғажап күн деп ойлады Ұлжан кешкі астан кейін. Сағат әлі 9:30, ал менің көзім ұйқыдан қызарып барады. Дастархан басында ешкім оған бірде-бір сұрақ қоймады. Ол олармен осылай кешкі ас ішіп отырғанына 1 сағат болды. Содан кейін жақын көршісі оған ванна бөлмесі қайда екенін көрсетіп, оны уақытша тұрағына шығарып салды. Ғажап, мен Арсенді мүлдем есіме түсірмеймін деп мәлімдеді әйел. Жаңа туған нәресте мен оның анасы арасындағы кіндік бауындай бізді байланыстырған жіп үзілді. Реніш соншалықты айқын, барлық естеліктер уақытсыз, қалай болғанымен байланысты болғанына қарамастан тұңғиыққа құлап кетті. Басымда тым көп су құйылған ботқа ғана қайнап жатыр. Ол басын жастыққа тигізе сала ұйықтап кетті. Бұған дейін олар оны сол кеште жақсы сиқыршыға айналдырған таксистпен келіскен еді. Таңғы сағат 6-да ол оны ауылдарына қарай баратын бірінші автобусқа, автовокзалға апарады. Тас жолмен 4 сағат жүру керек. Содан кейін егер жолдас кездессе, тағы жарты сағат топырақты жолмен олардың ауылына жетуге болады. Аудан әкімшілігі олардың елді мекеніне баратын жолды асфальттаймыз деп уәде беріп отыр. Бірақ уәде берілгенді 3 жыл күтеді. Олар әлдеқашан жолсыз қалды. Бұл Ұлжан Матайқызының ұйықтап қалар алдында ойлап үлгерген соңғы нәрсе еді. Таңертең әйел өзін соншалықты сергек сезінді, тіпті өзі де таң қалды. Кешегі күйзелістен кейін ешқандай үмітсіздік болған жоқ. Эмоциялар нөлде, қайғыда, мұңда, сағынышта жоқ. Ас үйде оны үлкен бір кесе кофе мен ірімшік қосылған жаңа піскен нан күтіп тұрды. Дәл осындай нандарды үлкен әйелдердің бірі оған қағаз пакетке абайлап салып беріп, бұл жолға деп ымдап көрсетті. Екінші қолында ол мейіз салынған мөлдір полимерлі пакетті ұстап, оны ұялшақ түрде Ұлжанға беріп, есіктердің бірінен жоқ болды. Сол кезде кешегі таксист те жетіп келді. Ал, ана, менің туыстарының ортасында көңілің көтерілді ме? Біздің тілде олар әлі жақсы сөйлей алмайды, ренжімеңіз. Менің анам Өзбекстандағы Қақан қаласындағы мектепте орыс тілін оқытқан. Сондықтан мен осындай ширақпын. Ол ауыр аурудан жас қайтыс болды. Содан бері мен жасы анамдай әрбір әйелге көмектескім келеді. Жастарды да ренжітпеймін. Бірақ үлкендерге ерекше көңіл бөлуге тырысамын. Анама бермегенімді, үлгермегенімді, жіберіп алғанымды қайтаруға тырысамын. Сіздің ұлыңыз кешегі қылығына әлі талай өкінеді. Біз онымен шамаласпыз, бірақ ол әлі нағыз еркектік даналыққа жетілмеді. Ол сізге тізерлеп келеді, содан кейін менің сөздерімді еске түсіресіз. Ал қазір асығайық, әйтпесе кешегі бораннан кейін қалада ақ тыныштық орнаған, көшелерде жан жоқ, тек жалғыз жаяу жүргіншілер өз шаруаларымен асығып бара жатырған, әлі таңда атпаған, тек аспан қызғыл түтінмен боялған. Азық-түлік салынған сөмкелерден басқа ештеңе салмақ түсірмейді. Ал анасының мейірімді қолдарымен 2 шағын пакетпен автобусқа қарай жеңіл жүру тіпті ләззат еді. Ұлжан бірінші қатардағы орынға билет сатып алып, есігі ашық тұрған және жолаушыларды күтіп тұрған автобусқа мінді. Оны шығарып салушы таксист оған тағы да қолын бұлғап қоштасты. Ал ол кенеттен барлық басқа кетіп бара жатқандар өз орындарын иеленді. Оның жанына ешкім билет сатып алмады. Ол бірден 2 орынға жайғасып, 30 жыл бұрынғы уақытқа сүңгіді. Әр жұптың махаббат тарихы әртүрлі. Бірінде қатал құмарлықтар қайнайды. Екіншісінде сентименталды романтикаға құштарлық шектен шығады. Үшінші дуэт қарым-қатынасты Шекспир трагедияларындай құрады.
Егер Ұлжан мен Серіктің махаббатын бір сөзбен сипаттауға тырыссақ, онда таза, өзара ғашықтық деген анықтама көбірек келеді. Оларға махаббат бірінші көргеннен келді. Ол оның қолынан көмексіз қарап тұрған қыздан бас айналды. Ал ол мақта көйлегі жыртылған кезде бақыттан аспанға ұшты. Олардың әлемдері әр түрлі еді. Ол тұқым қуалайтын дәрігерлер, зиялылар отбасынан, ал ол соғыстан кейінгі колхоздарда туып өскен Матай мен Жамиланың қызы еді. Кедейлік пен мұқтаждықта олардың жанасу нүктелері аз болды, бірақ махаббат кімнің қолын біріктіруді сұрай ма? Вова мен Уля студенттер үшін бір күн бойы асханада қатарласып дастархан жайғаннан кейін, содан кейін клубта комедия көріп күлкіге қақалып өлгеннен кейін, олар бір-бірінен мүлдем ажыраспады. Неге екені белгісіз, олар бір-біріне мықтап жабысып қалғандай болды. Ұлжан асханада табақтармен ұшып жүргенде, кешкі кездесуді күтіп, Серік қарбыз бен қауындарды жүк машинасына абайлап тиіп, содан кейін еш жерде кідірмей, шексіз әңгімеге асықты, кейде адасып, бір-бірін түсінбей қалатын. Бірде Ұлжан атанасының түнде фермаға қалай жүгіргенін айтады. Ол жерде бұзау тумай қойды. Сиыр ананы мүлдем қинап жіберді. Ал Серік аузынан көбік ағызып, Михаил Булгаковтың «Шебер мен Маргаритасын» оқыды ма деп сұрайды. Серіктің отбасында бұл ұлы роман 1973 жылы шектеулі таралыммен шығып, оларға 3 күнге ғана тиді. Сондықтан ол және оның атанасы бұл 3 күнде әдеби шедеврді оқып үлгеру үшін ұйықтамады да, тамақтанбады да. Понти Пилат кім, Валанд кім, Шебер мен Маргарита деген кім? Деп қорқынышпен ойлады Ұлжан. Мен мұның бәрінен соншалықты алыспын. Бірақ Вова қыздың қолынан нәзік ұстап, оны клубқа, биге, киноға немесе жай ғана ауылдың шетімен серуендеуге алып кететін. Ешқандай жақындасуға ишара жоқ. Тек Ұлжанға деген шексіз таңданыс, оны ойнау мүмкін емес еді. Уақыт аяусыз алға жылжып, күндер зулап өтті. Көп ұзамай студенттер қалаға кетуі керек еді. Ұлжан мен Серік айналасында ештеңені байқамады. Аспанның ғажайып сыйына, өздерінің бірінші нағыз махаббатына еріп кетті. Бұған дейін екеуінде де қарама-қарсы жыныспен тығыз қарым-қатынас тәжірибесі болмаған еді. Серік атанасының арманына қарамастан, олардың дәрігерлік жолымен жүруге ниеттенбеді. Интегралдар мен туындылардың формулаларына, теориялық математиканың құпияларына қызықты. Сондықтан ол медицина институтына емес, техникалық университетте оқыды. Мектептен кейін қыздарға қызықпады. Мектепте де, студенттік партада да. Шамамен 15 жасында көрші партадағы қызға ғашық болғандай болды. Бірақ ол тыныш, зиялы сыныптасына назар аудармады. Сабақта колька екілікшіге жазбалар жазып көзін қысты. Сабақтан кейін сүйіктісін мектептің артындағы спорт алаңында адал күтетін. Серіктің сезімдері сөнді. Ол қайтадан өз синустары мен косинустарына оралды. Олар оны ешқашан сатпайтын. Ұлжанның өмірінде махаббат лирикасы көбірек болды. Сенімді Гришка оның қалың бұрымынан аяусыз тартқылап, үй тапсырмасын көшіруді талап етті. 8-ші сыныпта жаңа жылдық кеште сүйгісі келді. Бірақ Ұлжан оның ниетін түсініп, сағындық балалармен көшеге темекі шегуге кетісімен мектеп балынан ақылдылықпен қашып кетті. Оның ізі де қалмады. Қазір Серік мен Ұлжанға бағы жанды, өйткені сағындық ауылда жоқ еді. Ол атанасымен теңізге 2 айға кетті. Оның анасы сол уақытта облыстық зауыттан пионер лагеріне аспазшы болып орналасты, ал әкесін шебер қолдар үйірмесіне жетекші етіп орналастырды. Бұрын олар көбінесе вахталық жұмыстармен кетіп қалатын, сондықтан бұл жолы олардың ауылда болмауы ешкімді таңғалдырмады. Матай қыздары Ұлжанның кездесіп жүргенін байқады, бірақ оның жеке өміріне араласпады. Ажар қызына тек, абай бол, жақсы қызым, қалалық жігіттер басқа қамырдан иленген, біздің ауылдықтарға ұқсамайды, олардың ойындағысы тілінде де ісінде де болады. Мен үшін қорықпа, анашым, ол ең жақсысы, маған саусағымен де тимейді, көбінесе сөйлесеміз, және түнгі аспанға қызығамыз деді. Соңғы кеште, Серік үйіне кетер алдында, ол сүйіктісінің қолын соншалықты аяусыз жібермеді. Ұлжанның көзіне соншалықты мейірімді қарады. Кейін ол өзіне не болғанын, қандай тәтті еліру оны бұл әрекетке итермелегенін түсіне алмады. Олар бірге тамақтанған үстелге өкшесіне көтеріліп, қыздың ернін тигізді. Жігіт иісінен танып, қыздың иықтарын құшақтап, басына мұрнын сұғып, Ұлжан, мені қоздырма, мен осы уақытқа дейін сені әдейі ұстамадым, жаным. Саған тисем тоқтай алмай қаламын деп қорқамын. Ал ертең мен кетемін. Бізді алда не күтіп тұрғанын кім біледі? Деді. Тоқтама деп сыбырлады Ұлжан оның құлағына, бұл менің шешімім, мен саған толықтай сенемін.
Серік мұндай батылдықты күтпеген еді. 19 жасында әлі әйелдерді білмеген, бірақ ата-анасының оқулықтары бойынша теорияны әлдеқашан қызығушылықпен оқып шыққан. Әрине, ол тәжірибесіз жаңадан бастаушы еді. Ол Ұлжанмен жақындықты көптен бері армандаған, бірақ оны ренжітіп алудан қорыққан, сондықтан тіпті сүйісуден әрі аспауға тырысқан. Оның сүйіктісіне деген мұндай нәзік қарым-қатынасын барлық жас жігіттер көрсете бермейді. Көпшілігі қызды төсекке тезірек тарту үшін стратегия мен тактика ойлап табады. Үйіне оралған Серік ата-анасына өмірінің махаббатын кездестіргенін хабарлауға ниеттенді. Енді ол Ұлжанға бару үшін ауылға үнемі келіп тұратын болады. Содан кейін ол да институтқа түсіп, олар бірге көшіп кетеді. Қыз оның тағдырын бұзу үшін тым жас еді. Екеуі де төтеп бере алмады, ұстай алмады. Ұлжан ештеңеге өкінбеді. Серік бақыттан 7-ші көкте жүрді. Кейінірек түнде, олардың қорқақ, аңғал махаббатынан кейін далада, басын мақұлдай шайқаған гүлдердің арасында, шырынды жасыл шөптен жасалған жұмсақ кілемде олар ұзақ жатып, құшақтасып, болашақ туралы армандады. Олардың міндетті түрде отбасы болады, 3 баласы болады. Қалада бір жерде өздерінің жайлы үйесі болады. Жазда оның ата-анасына ауылға келетін болады. Оларды жарқыраған алыс жұлдыздар қатары бар қара көк аспан біріктірген жерге тағы да бару үшін таңертең студенттерге қызметтік автобус келді. Олар дәл сол кездегідей жылы қоштасты, бірақ Серік қонаққа келмеді, суға сіңіп кеткендей жоқ болды. Ұлжан үйге келгенде ата-анасының чемодандармен отырғанын, жаңалықтармен бөлісіп жатқанын білген жоқ. Ұлым, бізде қандай қуаныш, әкеміз Қиыр Шығыстағы үлкен хирургия орталығының директоры болып тағайындалды. Заманауи кешен, олардың шаңырағы астына барлық жаралыларды жинайды. Онда жұмыс істеу үлкен жетістік. Біз бәрін біліп қойдық. Жанында сенікіндей механика-математика факультеті бар, мемлекеттік университетте бар. Ертең біз ол жаққа ұшып кетеміз. Сен неге бозарып кеттің, не болды? Серік қолынан сөмкесін түсіріп алды, қызбаланып не істеу керектігін ойлады. Ол Ұлжанмен күнделікті хат жазысу туралы сөйлескен, пошта арқылы өзінің мекен-жайын қалдырған, ал оған талап етілгенше жазамын деп уәде берген. Егер ол кенеттен жоғалып кетсе, бірге түскі ас ішкеннен кейін ол есінен адасады. Серік анасына ауылда кездестірген ерекше қыз туралы ғашық екендігін, әлдеқашан сағынғанын айтты, тек Ұлжанмен жақын болған фактіні ғана жасырды. Қайғырған ұлын тыңдап болған соң, ақылды әйел бірден оның мәселесін шешуге кірісті. Өзі өте жақсы араласатын көршісіне барып, олардың мекен-жайына келетін барлық хат-хабарды ол Қиыр Шығысқа дереу жіберетіні туралы келісті. Үйге оралған соң, ол ұлына қалыптасқан жағдайдан қандай шығу жолын тапқанын айтты. Ал іштей, егер мен біздің ұлымыздың ол бейтаныс қызға шынымен қызығушылық танытып жүргенін түсінсем, мен бұл мәселені шешемін. Әйтпесе оның жаңа достары, курстастары, жаңа қызығушылықтары мен жаңа қыздары болады. Өмір бәрін өз орнына қояды деп ойлады. Серіктің отбасында 30 жылдан астам уақыт бұрын болғанның бәрін Ұлжан, әрине, білген жоқ. Ол жігітті автобусқа шығарып салуға үлгермей жатып, бірден қаламды қолға алып, хат жазуға кірісті. Кешегі мектеп оқушысы бұл істе мүлдем тәжірибесіз еді. Қандайда бір ақымақтық жазып қоюдан қатты қорықты. Сондықтан сүйіктісіне әр күні қалай өтетінін қағазға түсіруді шешті. Бірінші әрекет әрдайым сәтсіз болады. Бірнеше жолдан тұратын хат жобасы оған үлкен қиындықпен берілді. Тек бір күннен кейін ғана ол өзінің жазбаша туындысын поштаға апарды, ал конвертті ата-анасы әуежайда ұшаққа отырған кезде суреттеп қойған еді. 10 сағаттық ұшудан кейін лайнер әуежайға қонды, ал ол жерден Петропавловск-Камчатскийге жету оңай еді. Олар Тынық мұхитының жағалауында Авача шығанағында болады. Оларды бұл көркем өлкеде не күтіп тұр? Серіктің ата-анасы да, жас жігітте, Ұлжан Матайқызы да, Жәмила да екі ғашық жүректің тағдырына Серіктің отбасының пәтерінің қарсысында тұратын сұр кардинал көрші әйел араласады деп ойлай алмады. Себебі қарапайым, бірақ дәл осы кішкентай ұсақ түйек екі отбасының тағдырын мәңгілікке өзгерте алды. Олардың өмірін мүлдем басқа арнаға бұрды. Мәселе мынада, көрші әйелдің Серікқа көптен бері ғашық болып жүрген өте жас қызы бар еді. Ол өскенде Вавочканың қалыңдығы, әйелі боламын деп анасын әбден қажытқан еді. Қазір 30-ға келген қызын әкесіз, жалғыз өзі тәрбиелеген ана табысты дәрігерлер отбасына алыстан көз салып, болашақта олармен құда болуды көздеген еді. Олар қазір ұзын рубль үшін Камчаткаға кеткені ештеңе етпейді. Пәтерді оның қарауына қалдырды, тіпті ешкімге жалға да бермеді. Ол қанша жылдан бері жағынуға, ұнауға, сенім тудыруға тырысып жүр.
Бірнеше тойымды 40 қабат пирогын пісіріп, біреуін көрші дәрігер әйелге апарады. Ол үнемі операциялар мен кезекшіліктермен, өз отбасын ұннан жасалған шедеврлермен қуантуға уақыты болмайды. Тіпті жарты банка құлпынай тосабын да көршісіне береді. Оның саяжайында құлпынайдың бүкіл алқабы бар. Сондықтан сүйкімді адамдармен бөлісу қиын емес. Осылайша сыйлықтар мен жылы жүзді сұрақтармен қатысу арқылы, ол хирургтар отбасын баурап алды. Олардың оның жанына үңілуге уақыттары болмады. Ұлжанның қызыл жүрекшелер салынған конверттегі бірінші хатын алған соң, ол оны ешқайда жіберген жоқ, өзінің сағатын күте тұрсын. Сол жерге ғашық қыздың эпистолярлық стильдегі басқа да шедеврлері кетті. Ол бірінші рет хатты ашқанда оның жүрекшелері қара түсті еді. Ол кезге дейін көршілер алысқа кеткеніне 3 ай болған еді. Серіктің анасы қыздың сұрақтарына жауап бермеді, қатал әйел партизандай ұсталды. Сіздің атыңызға келгеннің бәрін мен сізге бірден адал түрде жібердім. Көрші, пошта жәшігіңізде бұдан былай ештеңе пайда болған жоқ. Қазір ол будың үстінде өзі іштей, қараңғы деп атаған соңғы конвертті ұстап тұрды. Хат оны қатты толқытты. Ішінде небәрі бірнеше жол бар еді. Серік, мен жүктімін. Әзірге бәрін ата-анама жасырып жүрмін. Бірақ егер сен бұл жан айқайыма да жауап бермесең, барып оларға өз мәселемді айтамын. Ғашық жасөспірім қыздың анасы қызының Серікті сағыныштан қиналып жүргенін көре тұра, мұндай хатты жоймай тұра алмады. Жас жігітпен оның жұмбақ ауылдағы сүйіктісінің махаббаты үшін. Ол зиялы, толықтай медициналық отбасының ақылдылығына мүлдем күмәнданбады. Олар өз ұлынан жүкті болып қалған қызды тағдырдың еркіне тастамайды. Сүйікті ананың жанында тіпті ең кішкентай ар-ұждан азабы да туындамады. Ол ас үйдегі газ плитасының жалынында бақытсыз хатты өртегенде. Қағаздың аздап күйіп кеткені ештеңе етпейді. Оның саусақтары күйіп қалды. Серіктің басқа біреумен үйленуіне жол берілмейді. Ол өзінің еркінсіздігінің қайғысы мен салдарын өзі татсын. Ұлжан махаббат жемісінің дүниеге келуін жағымсыздық немесе қайғы деп санамады. Ол әлі де аңғалдықпен Серіктен қандай да бір хабар күтіп жүрді. Оның үнсіздігін барлық ақ пен қарамен ақтап, сүйіктісінің әлі жауап бермеуінің мыңдаған түсініктемесін ойлап тапты. Ата-анасынан жасырудың енді мәні қалмағанда, Жәмила мен Матайге бәрін ашық айтты. Ештеңеге өкінбейтінін, Серікті өмірінен артық сүйетінін, олардың жақын болуын өзі қалағанын айтты. Үлкендер тарапынан ешқандай ұрыс, ашу, түсінбеушілік болмады. Анасы қызының көзіне мейірімділікпен қарап, тек өзіне ғана белгілі бір нәрсені оқыды. Содан кейін әр сөзін шегелеп айтқандай, егер сенің қалалық жігітің мәңгілікке жоғалып кетсе, онда оның қатысуынсыз да бала туасың. Ауылдағы зұлым тілдерді тыңдама, үлкен, нағыз махаббат әркімге тағдырмен берілмейді. Адамдар сенің бақытыңа қызғанады, ал сүйіктіңнен туған бала қайғыма. Есіңде сақта, қызым, егер сендердің жақын кездесулеріңнен кейін аспан сендерге бірден жеміс берсе, демек сенің әрекетіңді тіпті Құдай тағаланың өзі де мақұлдаған. Әлемге қуанышты көзбен қара, ал біз әкем екеуміз әрқашан жаныңда боламыз. Ұлжанның көп ұзамай жасана болатыны туралы хабар ауылда ұзақ жасырын қалған жоқ, әрине. Маримен қайтып келген Сағындық ашуланып, тіпті Ұлжанға далада кездестіріп, жанжал шығарғысы келді. Міне, сен қандай қыз екенсің, тиіспейтін, маған бет бұрмадың, ал басқа біреумен тез арада төсектесіп үлгердің. Қандай тез құлаған берік қамалсың, әлде сен әрдайым осындай жезөкше болдың ба, ал мені жай ғана көңіл көтеру үшін пайдаландың ба? Ұлжан ашулы айыптаулар тастаған жігіттің жанынан өтіп кеткісі келді, бірақ ол кенеттен оған қарай ұмтылып, қызбаланып жалына бастады. Тыңдама мені, Ұлжан, ішімде қызғаныш қасіреті тамыр жайды. Егер сүйіктің саған қайтып оралмаса, мен саған үйленемін, ал сенің балаңды біз бірге тәрбиелейміз. Ұлжан оның бұрынғы шақыртушысының мұндай мәлімдемесіне қатты таңғалды. Оның қатал мінезін біле тұра, оның бірде-бір сөзіне сенбеді. Иә, бір Серік қана оның әйел жүрегін биледі. Ол Сағындыққа қараса болды. Оның жиіркенішті, суық көзқарасы бірден түсінікті болатын. Сағындықты көргенде оның жүрегі мұз болып қатып қалатын. Ол сол сәтте қашып кеткісі келетін. Ол жігітке ішіндегі суық туралы айтпады. Оның бірге болу ұсынысына рахмет айтты, бірақ бұл мүмкін емес екенін айтты. Бұл диалог неге екені белгісіз оның Серікті азапты күтуінің соңғы тамшысы болды. Үйге келгенде қалаға ұшып кеткен хат конвертке ешқандай жүрекшесіз еді. Сәлем, Серік. Бүгін мен басқа адамға тұрмысқа шығуға шешім қабылдадым. Сен бір жерде алыстасың, ол әрқашан жанымда. Мен сенімен бірге болашақ көріп тұрған жоқпын. Қош бол, біздің махаббатымыз, мүмкін, мен тек түс көрген шығармын. Ал Сағындық сенімді және адал, мен оны қатты бағалаймын.
Сол сәтте Ұлжан қағазға емес, оның орнына өкпе, ашылық, көңілі қалу жазды, құлағына бірдеңе қорлау, жек көру керек деп сыбырлады. Иә, Ұлжан оны бүкіл жүрегімен сүйді, бірақ бұрынғыдай лай шашып кек қайтарып сөгіп айтпады. Тағдыр жоқ екен деген сөз бар, ол осыған ұқсас жағдай болды деп ойлады. Барлық жердегі бос орын, басындағы құс сияқты жүрегі шыдамады, қыз бәрібір артқа шегінді, Серіктен бас тартты. Ал бізге қызым екеумізге тек сол керек. Бұл оның хатын мен қиыр шығысқа зор қуанышпен жіберемін деді көрші әйел, жігіт бар уақытын тек оқуға арнайды деді. Солай болсын, ол университетті бітіреді, ал қызым дәл мектеп аттестатын алады, сонда бәрі болуы мүмкін. Серік мен Ұлжанның махаббаты жүзеге аспады. Халықтың бумеранг туралы айтатыны бекер емес, ол оны да қуып жетті. Ол Серікке ғашық болып, бітіруші сыныпта жаман компанияға түсіп, әртүрлі дәрілік заттарға әуестеніп кеткеннен кейін. Оның сыныптастарының бірінің анасы дәріханада жұмыс істейтін, үйде қараусыз қалған баланы ол мекеменің қосалқы бөлмесінде өсірген десе де болады. Ол жерде сауда жасап, оларды аздап түсіне бастады. Ал мұнда дәрілік заттарға деген сән пайда болды. Жастар бұл мүмкіндікті жіберіп алмады. Бірде дауласып, әлсіздікке салынып, бүкіл компания жаңалықты сынап көруді шешті. Балалар дәріні бір уыстан ішіп алды. Көрші әйелдің қызын құтқара алмады. Жерлеуден кейін қайғыдан қан жұтқан ана ұзаққа шыдамады. Жалғыз сүйікті баласы ерте көкке кетсе, өмірдің не қажеті бар? Құдай оған бұдан да қатал болды. Тез өлім бермеді, ақыл есінен айырды. Туыстарынан тек жиені ғана қалды, ол да 7-ші судың үстіндегі кесел. Ол ақылсыз тәтесіне қарай ма, оған қамқоршылық жасап тезірек құтылады. Үйді жаңа тұрғындар келмес бұрын жинастырып жатқанда, ескі картон қораптар мен басқа да керекті емес қоқыстар сияқты барлық қажетсіз заттар қоқыс жәшіктеріне жіберілді. Сонда Серіктің Ұлжаннан келген хаттары бар кәмпит қорабы да кетті. Енді олардың бір кездері болған үлкен махаббатының ізін іздеп көріңіз, таппайсыз. Бұл тарихтың соңғы дәлелдері жоқ болып кетті. Маусымның басында уақыты келгенде Ұлжан ұл туды. Отбасында баланы Арсен деп атады. Мықты, дені сау, күлімсіреген бала тез өсіп, беті дөңгелене берді. Атасы Матай мен әжесі Жамила оған жан тәнімен беріліп кетті. Анасы Ұлжан ұлын Құдайға теңеді. Оның әрбір қылығынан сүйіктісіне ұқсастық тапты. Балалық шағы ауылдағы барлық балалардыкіндей болды. Әртүрлі шөптер өскен далалар мен шалғындар, бау мен бақшадағы көкөністер мен жемістер, салқын суы бар сүйікті өзен, барлық ауладағы жануарлар, сиырлар мен құстар патшалығы, шапшаң ешкі. Отбасында әкесі Серік туралы еске алмауға тырысты, тіпті ишарада жасамады. Қызының жүрегі әлі ауыратынын, түндері бірінші махаббаты туралы жасырын көз жасымен жуылатынын жақсы түсінді. Серікті Камчатка мемлекеттік техникалық университетінде құшақ жая қарсы алды. Оның сынақ кітапшасы тек өте жақсы деген бағаларға толы болды. Білімі жоғары деңгейде еді. Көп ұзамай ол қайтадан өзінің сүйікті формулаларына басымен кіріп кетті. Басында ол Ұлжаннан хаттарды соншалықты құштарлықпен және шыдамсыздықпен күтті. Тіпті әкесі мен анасы оның психикалық денсаулығы үшін қорқа бастады. Содан кейін Серік туған қаласынан келген жаңалықтарды сұрамады. Атанасы бұл тақырыпты айналып өтті. Ауылдық романға шығарылған үкімді Серік сәл ғана ерекше қабылдады. Тіпті оның осындай нәрсені күткендей болды. Атанасымен жан күйзелісін бөліскісі келмеді. Ішіндегі көңілі қалуды айтпады. Бірақ жастықпен жаңа ашылымдар, жаңа жерлер, жаңа танысулар өз әсерін тигізді. Бірте-бірте ол мұның бәрін өзі ойлап тапқандай болып көрінді. Жұмсақ шөпті дала, гүлдердің хош иісі, сүйіктісінің құмар еріндері, оның көздеріндегі жарқыл. Мүмкін барлық бірінші тәжірибе осындай жарқын эмоциялар қалдыратын шығар, ал шын мәнінде бәрі соншалықты романтикалық емес еді. Жүрегінде әлі де естеліктердің жаңғырығы жүрді. Содан кейін олар ауылдық декорациялар аясындағы ертегіге ұқсас жеңіл арман түтініне айналды. Серік толығымен ғылымға беріліп, онда өте табысты болды. Тіпті дипломын қорғағанға дейін беделді шетелдік журнал оның кейбір математикалық формулалардың қолданбалы қолданылуы туралы шағын монографиясын жариялады. Диплом иесі 1990 жылдардың ортасында Қазақстан үшін ойлануға да келмейтін нәрсе, ағылшын тілін жетік меңгерді. Жас математиктерге Ұлыбритания мен ақш қатты қызығушылық танытты. Серік диплом қорғағаннан кейін бір жылдан соң Америка университеттерінің біріне ұзақ мерзімді тағылымдамаға шақырылды. Атанасымен кеңескеннен кейін ол келісті. Ол үлкен үміт артқан дарынды жігіт ешқашан жалғызбасты монах болған емес, курстастармен қызықты романдар құрды,
жарқын кештер ұйымдастырды, бірақ жүрегі бос еді, кейде тіпті олардың есімдерін де есіне түсіре алмайтын. ақш-қа ол жалғыз кетті, бірақ сол жерде кенеттен ғашық болып қалды. Флорида штатынан психологияны оқып жүрген ашық шашты брюнетка Майрамен болған романы, дәл сол оқу орнында ол дәріс оқуға міндеттелген, цунамиді, тайфунды, махаббат дауылын, торнадоны еске түсірді. Оған тағы 5 жылға келісімшарт ұсынылғанда, ол зор ынтамен келісті. Майра оқуын аяқтап, оның жанына университет қалашығына түпкілікті көшіп келді. Онда оған кіреберісте үлкен зүбаржат жасыл алаңы және артқы аулада бассейні бар коттедж берілген еді. Майраның тек бір ғана елеулі кемшілігі бар еді, денсаулығына байланысты бала көтере алмайтын. Басында бұл серікті қынжылтты, бірақ кейін ол көндікті. Ол бұл әйелді қандайда бір ғажап, аурулы байланыспен сүйді. Олардың қарапайым үйлену тойынан кейін одақта көп ештеңе өзгермеді. Серік бұрынғыдай күндіз-түні математикасымен айналысты. Майра үй шаруасындағы әйел болуды қалады. Университеттегі табысты жұмысымен үйленуінен кейін Серік бұл батыс мемлекетінің резиденті болды. Қазақстанда ол көп жыл болмады. Заманауи гаджеттер енді туыстарын үлкен компьютер экранында көруге мүмкіндік берді. Оның тынымсыз ата-бабалары медицинамен 1 сағатқа да қоштаспады, тіпті қонаққа келуден де бас тартты. Жұмыстан бос сирек күндері Серік мен Майра көп саяхаттады. Оның қаламақысы көбейе берді. Оның авторлығымен ерекше әзірлемелердің негізінде өнеркәсіп салаларында, тіпті ғарыш саласында да көп нәрсе енгізілді. Оның еңбектерінің мазмұны соншалықты күрделі болды. Олар туралы не айтылып жатқанын тек тар мамандар ғана түсінетін. Ал Серік барлық жаңа міндеттерге қызығып, тоқтай алмайтын. Егер одан Америкадағы өмірі қандай болғанын сұраса, ол ойланбастан тоқ және бейбіт деп жауап берер еді. Бұл бақытты дәуір шексіз болып көрінді, бірақ тағдыр кімге тек қуанышты жолақтарды ғана бөледі. Некедегі бақытты 17 жылдан кейін Майра кенеттен жас физик ғалымға ғашық болып қалды. Ол күйеуі сияқты Латын Америкасынан ақш-қа тағылымдамаға келген еді. Ер адам ерекше келбетті, оңтүстік қанның жалынды қоспасы, терең қара көздері, бұйра қара шашы оның келбетінде бір уақытта көк қанды аристократ пен мачоның белгілері бар еді. Спорттық фигурасындағы киімді соншалықты әсем киетін, одан күшті барыстың грациозды қозғалыстары көрінетін. Студенттер оның дәрістерінде не айтып жатқанын естімеді, тек оны гипноздалған құрбандардай бақылап отырды. Алғыс айту күніне арналған кеште, сол жылдың қараша айы салқын болды. Әйел үнемі кешкі көйлектің үстінен сәнді тері күртесін жамылып, толықтай тоңып қалмау үшін вискидің келесі порциясымен жылынып отырды. Қолындағы жылытқыш сусын стаканын ұстап, ол жас, қара шашты, жарқын келбетті ер адамның көзіне түсіп кетті. Махаббат пен құмарлық, бұл химияның фокустары, екі дененің және жанның молекулалары ауада соқтығысады. Қандайда бір катализатор араласады да, бәрі дайын дейді. Майра мен оның жаңа қызығушылық нысанында бәрі дәл солай болды. Кештен олар бірге кетті. Әйелге күйеуі бұл туралы не ойлайтыны мүлдем бәрі бір еді. Екі жүрек арасындағы арқандай тартылған махаббат байланысын Серіктен жасырмады. Әңгіме қысқа болды. Маған ертең не болатыны бәрі бір, қымбаттым. Бүгін мен ақылсыз ғашықпын, және ақылсыз бақыттымын. Сен менің тарапымнан алдауға лайық емесің, сондықтан мұның бәрін саған бетпе-бет айтып отырмын. Сол сәтте Серік әйелін тыныш тыңдады. Ол не болып жатқанын әлдеқашан түсінген, және өзінің реакциясына қатты таңғалды. Олардың қарым-қатынасының басында оны соншалықты қинаған ауыр денелік аштық негізінен өтіп кеткен еді. Оған әйелінің қайда және кіммен уақыт өткізетіні бәрі бір еді. Олардың махаббаты өзін тауысқан, тіпті жылуда қалмаған еді. Бірге өткізген жылдарға деген құрметтен басқа ештеңе жоқ еді. Ол кенеттен осы алыс, өзіне шынайы туған болып қалыптаспаған елдегі бәрін тастап, Қазақстанға, ата-анасына қайтқысы келді. Бірақ заңдар Майрамен ажырасқаннан кейін бірден жоғалып кетуге рұқсат бермеді. Оны әлі де университетпен міндеттемелер байланыстырып тұрды. Дәрістер өз кезегімен өтіп жатты. Жылдар бойы тынымсыз еңбегімен тапқан жылжымайтын мүлік және басқа да мүлік мәселелерін шешу керек болды. Оның деңгейіндегі маманға мемлекетпен ол жұмыс істейтін компания жомарт төледі. Ол отанында бәрін нөлден бастауға көмектесетін үлкен капитал жинап үлгерді. Барлық заңдылықтарды шешуге Серік көп уақыт жұмсады. Әрине, ол сол жерде тұрған уақытында Қазақстанға бірнеше рет ата-анасымен кездесу үшін барды, бірақ қиыр шығыстан әрі саяхаттамады. Қазір ол балалық, жастық, студенттік жылдардың жерлеріне саяхат жасағысы келді. Жоспарлары ауқымды еді.
Ал мұнда туған қалада сыныптастарымен кездесу басталды. Ол оған белсенді қатысқысы келді. Арсендің жаңа жылдық романы оны кенеттен келген анасы бұзып кете жаздады. Қызу әрі есте қаларлық болды. Марина керемет еді. Оның тек бір ғана кемшілігі бар еді. Ол үнемі қуатты шаңсорғыш сияқты Арсенден барлық табысын, жалақысын, авансын және тіпті қара күндерге арналған ақшасын да сорып алатын. Ал Мариша үнемі, мысығым, сен сондай кереметсің, маған сауда орталығында есімнен айырған сөмкені сатып әперші деп қайталайтын. Сүйіктісі үй шаруасымен айналысқысы келмеді. Олар үнемі мейрамханалардан тамаққа тапсырыс берді. Пәтерді аптасына бір рет тазалау компаниясы келіп тазалайтын. Арсендің ішіндегі тітіркену күшейді, бірақ кең құлашты сүйіктісінен құтылу оңай болмады. Мамыр мерекелеріне қарай ол оны жүкті екендігі туралы хабармен есеңгіретіп тастады. Төлқұжатқа мөр басу, соңғы коллекциядан шыққан сәнді үйлену көйлегі, кішкентай құлақтарында міндетті түрде гауһар тастар туралы сөйлесті. Барлық құрбылары қызғаныштан жарылып кетсін деп. Арсен қатты мұңайды, ал бұл уақытта оның серігі құрбылармен барда отырып, жақын арадағы жоспарлармен бөлісіп жатты. Қыздар, міне тағы біреуі менің қармағыма түсті. Мен оған бізде бала болатыны туралы өтірік айттым. Қазір ол шығу жолын іздеп әлек, ал менің қолымда оған айтар басқа жаңалығым бар. Ол құрбыларына бұрын түсік жасағаннан кейін бала көтеруі екіталай екенін, өзі де баласыз қалу принципін ұстанатынын айтты. Ал сен өзіңнің жүктілік туралы алаяқтығыңды еркектеріңнің бірі ашық қоюдан қорықпайсың ба? Деп сұрады құрбыларының бірі, ашық қызыл пластик түтікше мен коктейлін араластырып жатып. Сен не айтып тұрсың? Деп мысқылдады тәжірибелі интригант. Қазіргі еркектердің көпшілігі баладан қорқады. Арсен басында өзінің компаниясының атынан келісімді қалай жүзеге асыру және жеткізушілерден қызметтер үшін үлкен сыйақы алу туралы комбинация құрастырып жатты. Оның коммерциялық айла-шарғы жасау ісінде тәжірибесі жоқ еді, бірақ ол бәрібір жеңеді. Бастысы, бұл дайындықты оның бастығы біліп қоймауы керек. Бір нәрседе оның бастығы қулықты бизнесмен еді. Жаңа жабдықтарды сатып алу туралы әңгімелескенде қызметкерінің көзіндегі ашкөздік жарқылын бірден байқады. Сондықтан қауіпсіздік қызметіне Арсенді және оның барлық қозғалыстарын бақылауды тапсырды. Оның тынымсыз есепшісі де осы фирмада жұмыс істейтін білгір қызметкерлер оның достары арқылы оның ойластырған алаяқтығы туралы, тіпті Арсендің сүйіктісімен қарым-қатынасын үзген шарттарды қабылдап, іштей кресті де түсіргені туралы білді. Құдайым, барлық төрт жағына кетсін. Қандай неке, қандай балалар, бұдан тек қажетсіз әурешілік пайда болады. Компания Арсенді жабдық өндірушілермен кездескен сәтте қылмыс үстінде ұстауды шешті. Міне екі тарап қол алысты, сыйақы салынған конверт қулықтың қолында, енді оқиғаларды басқа сценарий бойынша дамытудың ең қолайлы уақыты. Бұл қызметкердің келісім үшін сыйақыны қалтасына басудың бірінші әрекеті болғанын ескере отырып, сапасы өте жақсы емес жабдықты сатып алуға байланысты. Бастық оны жұмыстан шығару туралы бұйрыққа қол қойды. Ал ер адамның артынан бірден, сенімсіз маман, оны жұмысқа алмау керек деген қауесет таралды. Ұлжан Матайқызының барлық үміттері мен тырысулары әлеуметтік қоқыс құбырына түсірілді деуге болады. Ол бір кездері ұлымен қанша сабақ оқыды, оны техникалық университетте оқуға түсер алдында қаладағы репетиторларға қанша рет апарды, имтихандарды жақсы тапсырып, бюджетке түсу үшін. Сол кезде өңірде бірыңғай мемлекеттік имтихандар сынақ ретінде енгізілді. Мұғалімдер де, оқушылар да бұл жүйенің қалай жұмыс істейтінін әлі білмеді, ал олар мен Арсенде бәрі жақсы болды. Содан кейін студенттік жылдары оны қанша рет тамақтандырып, киіндірді. Жас жігіт сол кездегі үлкен сұраныстар мен шағын стипендияға қалай өмір сүре алар еді. Ал олардың жаз бойы қысқа азық-түлік дайындап, содан кейін дәмді сыйлықтарды ұлына салтанатты түрде тапсыру әдеті қандай еді. Жарты жыл өтті, ал Ұлжан Арсендің оны боранда үйден қуып шығуына не себеп болғанын әлі түсіне алмады, бірақ оның жағдайымен не істеп жүргенін білгісі келмеді. Олар анасымен жаз бойы тұздалған қияр мен тосап салынған банкаларды бұрынғыдай жапты, екеуі де бір-бірін бұрынғыдай жақсы көретін. Олар Арсендің Маринмен көптен бері ажырасып, енді кездейсоқ табыстармен күн көріп жүргенін, белгісіз көздерден әкелінетін арзан, күшті сусындарға әуестеніп кеткенін, бұрыштағы тәулік бойы жұмыс істейтін дүкенге баратынын білмеді. Оның анасының тұздалған қытырлақ қияр мен арақ ішуі оған жақсы көрінетін. Кейде оның ауылға барып, кешірім сұрауға деген құштарлығы пайда болатын, бірақ тәкаппарлығы әлі градустармен батпақта толықтай батпаған еді. Міне ол тұрақты жұмыс табады, бәрінің мұрнын сүртеді, содан кейін кіші отанында патша болып пайда болады.
Мектепті бітіргеніне 30 жыл толуына арналған мерейтойлық кездесуде, Серік оның сыныптастарының оның ғылыми жетістіктерін бақылап, оны мақтан тұтқанын күтпеген еді. Балалық пен жастық қаласы оны өте жылы қарсы алды, аз өзгерген, бәрі туысқандық және таныс еді. Баспалдақ алаңындағы бұрынғы көршілердің отбасындағы қайғылы оқиғалар туралы білген соң, ол қиыр шығыста оның тағдыры қалай болды екен деп ойлады. Жүрегінде қандай да бір мазасыз құрт оны бірінші махаббатын кездестірген ауылға баруға итермелей бастады. Ешкім сізді ештеңеге міндеттемейді, бірақ сіз өзіңіз ол ескі тарихқа майлы нүкте қойғыңыз келмей ме? Облыс орталығына арналған каршерингтен автокөлік жалдап, бұл қызмет түрі ол үшін әлі жаңалық еді, батыстық әдіс оған әрқашан ұнайтын. Ол бір кездері бақшада қарбыз бен қауын жинаған ауылдың атын Смутно есіне түсірді, бірақ бұл оны мүлдем қынжылтпады. Шамамен бағдарды есінде сақтады, тас жолмен тез жетті, бірақ топырақты жолға бұрылғанда іштей күлді. Қазақстан анада кейбір нәрселер тіпті көп жылдар өтсе де өзгермеген. Шаң басқан уазды қуып жетті. Серік жолдың бойында қараңғы түспей тұрып тамақтанып үлгеру үшін тоқтап тұрған еді. Ол жүргізушіге тоқтау туралы өтініш білдіріп қолын көтерді. Қайырлы кеш, жақсы адамдар деп ол орта жастағы ер адамды қарсы алды. Сіз ауылға дейін әлі алыс па екенін айта аласыз ба? Мен сіздің өлкеңізде көп жыл болған жоқпын. УАЗ иесі қызығушылықпен сыртқы келбеті жағынан қандайда бір шетелдік мырзаны қарады. Ал сіз біреуге қонаққа бара жатырсыз ба, әлде жай ғана айналаны қыдырып жүрсіз бе, бос қызығушылық үшін? Серік қулық жасамауды шешіп, шын жауап берді. Мен таныстарымды, Матай ағай мен Жамила тәтенің отбасын іздеп жүрмін. Олардың Ұлжан деген қызы да бар еді. Олар бар ма? Тек отбасының басшысы көп жыл бұрын қайтыс болған, ал қалғандары тірі және дені сау. Қызығушылықтан тілі де әрең қозғалды. Ұлжан күйеуімен бірге тұрмайды, бөлек тұрады. Оның отбасы, балалары бар. Ұлжан Матай қызының дені сау ұлы бар. Өткен қыста тіпті жаңа жыл қарсаңында қалаға апарған еді, бірақ ол ешқашан тұрмысқа шықпаған. 30 жыл бұрын студенттен ұл туған, бірақ ол оны жүкті кезінде тастап кеткен. Содан бері жалғыз өмір сүріп келеді. Мен оған құда түскенмін, бірақ ол бас тартты. Жарайды, менің сізбен әңгімелесуге уақытым жоқ. Сағындық тағы да олардың жергілікті жерлері үшін ерекше көрінетін ер адамды күдікпен қарап, өз уазына секіріп мініп, жолмен әрі қарай кетті. Серік жолдың ортасында абдырап тұрып қалды. Содан кейін де тез көлікке мініп, енді күте алмады. Қазір ол өзінің бірінші әйелін іздейтін еді, не болса да болсын. Ауылда ол Ұлжанның атасының ескі үйін тапты. Қараңғы түсті, терезедегі оюлы перде артында жарық жанып тұрды. Ашық терезеден теледидардың тұншыққан дыбысы естілді. Ол қақпадан кіреберіске қарай жүрді, аяқтары дірілдеп тұрды. Есік артынан ширақ қадамдар мен әйелдің сыбыры естілді. Ұлжан, қарашы, түн жарымда бізге кім келіп қалды екен? Ұлжан иығына жылы орамал жамылды. Ол анасын жуындырып, таза киім кигізіп жатқан еді. Су рәсімдерінен кейін буланған анасы суықтап қалмасын деп. Қорқынышсыз есікті ақырын ашып, кіреберіске қарады. Келген қонақты бастан аяқ үнсіз қарап шығып, Серіктің жүрегін бір жерге құлатқан сөзді айтты. Мен сенің қайтып келетініңді білдім. Әрбір махаббат хикаясының жалғасы болады немесе болмайды. Кейбір соңы ертегіге ұқсайды. Бұл ғажайып романда болғандай. Серік мен Ұлжанның махаббаты туралы әңгімені тыңдасаңыз, қаншама ирония пайда болады. Қандай да бір жазушы өмірде мұндай болмайды деп мысалдар келтірер еді, бірақ бұл болды. Ұлжанның ақылды әйел жүрегі сүйіктісінің әрекеттеріне сот жүргізбеді. Серіктің ақылды еркек жүрегі бірден басымдықтарды белгіледі. Қойылған міндеттердің жауаптарын математикалық дәлдікпен таратты. Екеуі де қыздың хаттары қайда кеткенін, тағдырдың зұлым генийі олар үшін ұзақ ажырасу туралы қандай қайғылы пьеса қойғанын білмеді. Басты рөлдерде олардың өздері ойнады. Арсен 2 жылдан бері көкөніс дүкенінде жүк тасушы болып жұмыс істейтін. Ауысымнан кейін бір стақан сыра ішіп демалғысы келді. Соңғы уақытта ол күшті сусындарды тастап, бауырын емдеп жатты. Аздап тежелуге ақылы жетті. Ал үстелдегі ер адам оған Смутно таныс болып көрінді. Көбігі әлі басылмаған сыра кружкасын және кептірілген кальмар табақшасын алып, оған қосылуға беттеді. Сағындық бұл ол еді. Барлық мәселелерді шешкеннен кейін тәбетін басу үшін бірінші кездескен барға кіруді шешті. Ол Арсенді ұқыпсыз киінген, ашық ауызды, өзін тым еркін ұстайтын ер адамнан танымады. Айналада басқа үстелдер жоқ па? Деп ол жағымсыздықпен күтпеген көршісінен сұрады. Сен мені танымайсың ба, Сағындық ағай?
Бұл мен, Арсен, біз сенмен бір ауылданбыз. Тек сол кезде сағындық мас ер адамның шынымен де Ұлжанның ұлына аздап ұқсайтынын, бірақ тозып қартайып кеткенін түсінді. Сіздерде жағдай қалай, менің әжем әлі тірі ме, анам бәрі де тұздамалар мен әуре болып жүрме? Арсен бетін қисық күлімсіреуге тырысты, бірақ көңіл күйі кенеттен түсіп кетті. Ол неге өзінің анасына бір кездері ғашық болған жерлесіне әңгімесімен тиісті, қазір тағы өмірді үйрете бастайды ғой. Бірақ сағындық жылы күлімсіреп, қазір сенің анаңа бүкіл ауыл дұға етеді. Бізде енді жақсы асфальт төселген жаңа жол бар. Мұның бәрін оның күйеуі ұйымдастырды, шығындарын да төледі. Ал Ажар әжені қиыр шығыстағы хирургиялық орталықта аздап емдеп алды. Ал сенің атанаң ескі үйдің жанында қандай керемет үй салып алды, көз тоймайды деп жауап берді. Арсен бірдеңе естігенін ойлады. Неге сағындық, атанасы деді, ал анасы емес, оның ойын тыңдағандай. Жерлесі түсіндірді, олардың махаббат тарихы әдемі аяқталды, 30 жылдан кейін қайта қосылды. Бұрын ауылда мұндай тек кітаптар мен фильмдерде болады деп ойлайтын, бірақ мен өзім әйелдің махаббаты қаншалықты мықты, күшті және адал болатынына куә болдым. Ол күтті, жылынды, қартайған шағында да бақыт мүмкін екен. Жарайды, бауырым, маған үйге жету керек, анама сәлем айт немесе өзің барып көрінесің бе? Өзім шешемін деп күңкілдеді Арсен, оның көңіл күйі өзімшілдігімен бірге еденнен де төмен түсіп кетті. Ауылдың жанындағы автобус аялдамасынан Пазик кетіп қалды. Жүргізуші жолаушылар салонына қарады. Бұл жерде тек қандайда бір қабағы түксиген шал шығып кетті. Жол бойы еріндерін қозғап, бірдеңе айтуға дайындалғандай болды. Арсен шынымен де анасына айтатын сөздерді, кешірім сұрау сөздерін мұқият таңдады. Туысқандарға деген махаббат сөздерде емес, істерде. Ол ата-анасынан кешірім сұрай ала ма? Ер адам ақырын ашық қақпаға жақындап, тесікке көз салды. Аулада ескі үйдің жанында жұмысшылар жұмыс істеп жатты. Құрылыс алаңының жанында 2 қабатты әдемі ағаш үй тұрды. Ол бірден Арсенге қандайда бір ғажайып ағаш үйді еске түсірді. Онда аяз ата, орман гномдары немесе басқа да сиқырлы кейіпкерлер тұруы мүмкін еді. Айналаның бәрі жайлылықпен, қандайда бір ерекше үй сүйкімділігімен тыныстап тұрды. Аулада шашы ағарған ер адаммен құшақтасып оның анасы өтіп бара жатты. Керемет монша болады. Уайымдама, Ұлжан, көп ұзамай Ажар ана емделуден қайтады. Ол үшін жақсы тосынсый болады деп ол әйелдің басынан ақырын сүйіп, жаңа нұсқаулар беру үшін жұмысшыларға асықты. Ұлжан электр шәйнегі қайнап жатқан беседкаға қайтып келді. Үстелде Арсендің сүйікті өрік тосабы салынған банка және печенье салынған ваза тұрды. Ол ұялшақ түрде қақпаны итеріп, бір қадам алға жылжыды. Іштей туысқандары оны кешіріп, қайтадан өз үйлеріне қабылдау үшін бәрін жасайтынына ант берді. Қажет болса, бәрін нөлден, басынан бастайды. Енді ол бұл әлемді қандай нәрселер басқаратынын нақты біледі. Бір күні ол бұл ақиқаттарды өз балаларына да үйретеді. Оқиғаны соңына дейін тыңдағаныңызға рахмет. Осы оқиға туралы пікіріңізді қалдыруды ұмытпаңыз. Арнаға жазылып, бұл видеоны достарыңызбен және жақындарыңызбен бөлісіңіз. Бұл бізді күн сайын жаңа оқиғалармен жұмыс істеуге ынталандырады. Экраныңызда пайда болатын келесі оқиғаны жіберіп алмаңыз. Біз сіздермен болғанымызға өте ризамыз. Осы видеоның сипаттамасында сіз барлық оқиғалардың каталогын аша аласыз. Кездескенше.